Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз қыстық лечо салатын жабатын боламыз. Ол үшін бізге помидор, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, чеснок және кинза түрлі приправалар керек болады. Ең алдымен қызып тұрған майға пияз және сәбізімізді қуырып аламыз. Өте қатты қуырмаймыз, жай ғана сарғыш түске енгенше жай шала қуырып аламыз. Бөлек кастрюлемізге помидорды мясорубкадан өткізіп газға қоямыз да, қайнап шыққаннан кейін бағанағы пияз бен сәбізді саламыз және ащы бұрыш пен чеснокты қосып араластырамыз. Салатымыз бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін оған болгар бұрышын қосып, жай отта тағы да қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз, қант салғаннан кейін кинза қостым және уксустан 5 ас қасық қостым. Қайнап шыққаннан кейін банкаға жауып аласыздар. Менің 30 литр кастрюлемнен 30 литр салат шықты. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз, ас болсын.